Қазақ атам айтады, әннің де есісі бар, есері бар демекші, ойынның да жақсысы бар, одан да жақсысы бар. Бір ерекшелігі осы жақсы ойынды бағалайтын көрермен бүгінгі залда. Олай болса, баршаңызға қайырлы кеш. Біз КВНімізді бастаймыз. Сонымен қымбатты достар, біздер екінші топ, жартылай финал, ерекшелікке толы ойын. Қазақстан КВН одағы жоғарғы лигасы екінші топта ойнайтын командаларда сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырамыз. Астана қаласы, Евразия ұлттық университеті, Евразия КВН командасы. Байқоңыр атындағы Жезқазған университеті, Сегіз-сері бір-пері КВН командасы. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Техтің айрықша студенттері, Техас КВН командасы. Қарағанды облысы, Сәтпаев қаласының құрамасы, Бойдақтар КВН командасы. Және 5-ші команда Алматы экономика статистика академиясының АЕСА құрама командасы Алматы қаласы. Ал енді 6-шы командаға келек, ол қазылар алқасы. Сонымен кезінде белгілі КВНші, қазірде КВН ойнауға әлде болса шабыты бар. Біздің Қазақстанымызды кеңінен танытқан кезінде Қазақстан КВН одағы Астана қаласының өкілдігінің директоры Бейсенов Нұржан. Астана телеарнасы Қайырлы таң бағдарламасының жүргізушісі Данияр Есен мырза. Қазақстан КВН одағының демеушісі СТП компаниясының коммерциялық директоры Игалиев Ғалым мырза. Қазақстан ұлттық телеарнасының спорт шолушысы, Астана радиосының музыкалық редакторы Жанат Қабылдаұлы. Және Қазақстан КВН одағының қамқоршылар кеңесінің атқарушы директоры, Әлем Трансойл компаниясының коммерциялық директоры Рүстемов Бағдат. Мінекей, бәрімен таныс болдық. Олай болса, жігіттерімізге ақ жол. Бәрекелді. Бүгінгі сайысымызда 3 конкурстан тұрады. Сәлемдесу, капитандар сайысы және әуенді үй тапсырмасы, жалпы тақырыбы ерекшелікке толы ойын. Бірінші әрине сәлемдесу, кімнің сәлемі түзу екен қазір анықтайтын боламыз. Ортада Евразия ұлттық университетінің Евразия құрама командасы. Құрметті достар, бүгінгі күннен бастап біздің командамыз өлі, ойбай, Мамбет деген сөзді айтпайды. Дұрыс па Қанат? Және де айтайық. Арман, менің атым Нұрдәулет. Иә, Қанат. Мамбет. Өлі! Ойбай. Ойбай, қарындас, майыс қуаттамаң саған. Қарындас, не болды? Бәле саған. Одан да тұрып әдемі қызға көмектеспейсің бі? Без проблем, без проблем. Алдарыңызда миниатюра шашы ұзын қыздың моншада шомылуы.
қарапайым ауыл жанұясының теледидар көруі. О, секс! Шай қой бер. Шай қой деймін саған, ей. Шай қайнақ қойды. Демдей бер. Демдеп қойды. Атаңды шақырай бер. Атасы шақырмады. Барсай. Барсай. When you realize that you're not the only one, you'd better stop before Ей, you анау біздің жанұямызға тіпті жатпайтын көш әйел не отыр? Менің көк стөлім қайда? Қайсы көк стол ата? Керек емес. Қой, барып, қораны тексеріп қайтайын. Көп ішпе. Көршінің қызы керемет. Әй, ана жаңалықты қостабай. Қай канал? Қай канал емес, жаңалық. Құрметті көрермендер, сіздердің алдарыңызда хабар агенттігі деген соңғы жаңалықтар. Бүгін Назарбаевтың Айым болып тудың ба, күнім болып тудың ба, бұл дүниеге келген соң, сұрауы бар судың да. суға төлеңіздер, құрметті көрермендер. Астана су арнасы ескертеді. Болып тудың ба. Келесі өздерінің қайталанбас қолтаңбаларымен ортада қонақтарымыз сегіз бір пері Жезқазған қаласы Жезқазған университеті. Астана! Бірге! Қане достар, қошеметтеп бастал біздерді, гүлді сыйлап көтереміз біз көңілді. Жезқазғаннан сегіз сері әзіл әкелді, әділ қазы бағалаңыз біздің өнерді. Жігіттер, Астанаға келдік. Астанаға келдік. Сондықтан да жасасын. Қорғалжының жігіттері. Жасасын. Қорғалжының жігіттері. Жасасын. Қорғалжының жігіттері. Жасасын. Қайда қорғалжын? Қорғалжын жігіттерін қорқа береміз. Астана келдік, кішкене саясат, қыздар, өнер, культура туралы сөйлеспейсіңдер ме? Бірін сөзі қорғалжын жігіттер. Міне қараш, қаншама әдемі қыздар отыр. Міне, әдемі қыз. Жасасын. Астананың қыздары. Жасасын. Астананың қыздары. Жасасын. Астананың қыздары. Жасасын. Астананың қыздары. Жасасын. Жасасын. Қорғалжының жігіттері. Жасасын. Қорғалжының жігіттері. Жасасын. Қорғалжының жігіттері. Кім менің қызымды ұрған? Кім менің қызымды ұрған? Сен бе? Сен бе? Сен бе? Сен ғой. Сен бе? Сен бе? Мен.
шешесін ұрып бересің ба? Ал ендігі сіздердің тамашалайтындарыңыз Астанада болмаған аукцион. Сонымен аукцион. Сонымен қарсы алыңыздар, біз сіздерге Астанаға ту жезқазғаннан қыз алып келдік. Мощный. Міне қараңыздар, міне фигурасын қараңыздар. Любой жігіт сындырады, міне айнал көрсетсейші. Бергел, тұр. Шарек тұр. Так, сонымен $500 бір. $500 екі кім алады аукционға қойып атырық. $700 деп атыр. 700, $1600. Кәні, come on, $1600. $10,000. Не, жоқ ипотека оформлять етмейміз. Қарапайым ауылдағы оқиға. Алло, сәлеметсіз ба? Машканы бола ма екен? Не? Машканы бола ма екен? Машка жоқ. Айгүлмен сөйлесесің, Айгүлге берейін. Жоқ, аға, кешіріңіз, маған Айгүлдің керек емес, маған Машка керек еді. Машка әлі келген жоқ. Айгүлмен сөйлесші, әлі тек көтерін, сабағын оқымай отыр. Айгүлмен сөйлес. Жоқ, қалай түсінбейсіз аға, маған Машка керек. Жоқ, звондама, Машка жоқ. Келген жоқ әлі Машка. Шындың ба? Атаңды сиырдан екесінің мұны бар. Құрметті астаналықтар, Қазақстан КВН одағының әрбір ойыны сайын мынау әділ қазылар алқасы мынандай әдет шығарып алып, ең үздік ойыншыға ұялы телефон беретін. Соны бүгін 8 сервер сол үрдісті өзгертіп, осы әділ қазылардың ішіндегі ең мықты, ең әділ судит ететін әділ қазыға ұялы телефон ұсынады. Оны бірақ біз келсе келе шештік. Астана телеарнасының қайырлы таң бағдарламасының жүргізушісі, тынбай еңбек ететін, күнде қайырлыдан дейтін, қалтасында соткасы жоқ, Данияр Есенағайға бермей, Бағдат ағайға береміз деп шештік. Сонымен Бағдат ағайға ұялы телефон. Кәне, дұғыл шабылақ. Өткенде берген сотканы істемейді ғой. Жігіттер бар ғой. Қазақстанның қай жеріне барсаң бар ғой, шымкенттіктер бар ғой. Астанаға келесің. Шымкент, Алматыға барасың. Шымкент. Қостанайға барасың. Шымкент. Осы Қазақстанның жерінде бар ғой, шымкенттіктер жоқ жер бар ма, Құдай үшін айтыңдаршы. Бар, мен білем. Самат, айтшы, қандай жер ол? Айтпайым. Самат, айтшы. Айтпайым. Самат, айтшы деймін. Қазір мен айтсам, мына залда отырған шымкенттіктердің бәрі сояққа кетіп қалмай ма? Самат, сен ақыры шымкенттіктер туралы әңгіме бастадың ғой. Ол қай жер, айтсай дақанса. Айтшы. Со жер. Сонымен, құрметті залда отырған шымкенттіктер, Қазақстанда сіздер баспаған, сіздер бармаған жер бар. Ол! Осының бәрін біргілеріңіз келсе, финалда кездескенше. Біз сәлемдесуімізді жалғастырамыз. Ортада оңтүстіктен келген қонақтарымыз, жаңағы баратын жерге баратын жігіттер, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Техас КВН командасы.
Жігіттер, жігіттер. Астана қаласы қандай көрікті болса, қыздар да сондай бір түрлі. Не айтып тұрсың сен, ұялмайсың ба сен, ұят емес па Астананың қыздарынан? Өй, молодец! Жігіттер, қыздар жайлы әзіл айтып берейін сендерге. Айт. Астаналық шенеуніктер әбетке шықпай деген. Не үшін? Әбетке шықса орнына шымкенттіктер отырып қоя ма деп қорқады екен. Президенттікке үміткер бір ағамыз тест тапсыруға дайындық үстінде. 5 жердегі 25, 5 жердегі Ал енді жаңалықтар топтамасымен таныс болыңыздар. Жаңалықтармен таныстыратын жалғыз мен. Кеше Астана қаласында өткен КВН ойынында аграрка сарбаздары бірінші орынға ие болды. Ал енді шетел жаңалықтары. Шымкентте бензин бағасының күрт өсуіне байланысты адамдар таңертең бет қолын мұз өсумен жуатын болды. Жалпы маған инабатты, ибалы, көркіне ақылы сай, қазақтың салт дәстүрін сақтай білген орыстың қыздары ұнайды. Кеше президентке кандидат бір ағамыз тест тапсырып, 120 балл жинап Евразияға грант оқуға түсіп кетті. Иә, 6 жылдан бері келіп жеткен жаңалықтар легі осындай. Біздің экономикамыздың қарқыны даммай жатқанда кім кінәлі? Ол өлмес ба, оған тігіншілер кінәлі. Тігіншілер не қатысы бар оған? Айналайна өзің ойласайшы, ана жоғарыда отқан ағалардың қалтасына тізеде қылмай, кішкентай қылып тіксе болады, или вообще аман қылып тастаса да болады. Сонымен Сәтпаев қаласының құрамасы бойдақтар. Сұп-сұлу қыздарға бай. Астана бәйтерекке бай. Астана сұлу көшелерге бар. Астана Данияр мен Есен аға сияқты Касим соптарға бай. Алдарыңызда бізден супер қарындасымыз. Есен ағай, сіз президент болсыз ғой, сіздің қолыңызды ұстауға болады ма? А сіздің әйеліңіз қызғанбайды ма? Женщина друг человек. Құрмет қалай, сіздердің алдарыңызда әр адамның дүниеге келгенде әртүрлі болады. Ондай болатын болса, сіздердің алдарыңызда әділ қазылар алқасында отырған Данияр ағамыздың дүниеге келуі. Қарсы алыңыздар. Ал енді бәйтеректегі Ерлан ағамыздың дүниеге келуі. Қарсы алыңыздар. Ал енді көптен күткен Қазақ КВН одағының президенті Есен ағамыздың дүниеге келуі. Мен
қазақпын. Көксерек кинофильм көргенде көзімнен жас ағады. Мен де қазақпын. Көксерек кинофильм көргенде көзімнен жас ағады. Мен корейспін. Мен көксері фильмді көргенде алмашлық яқты. Құрметті ағайындар, біз 70 жыл бойы бодандықта болдық. Ендеше қарсы алып кеңес үкіметі СССР. Ал ортада тұрған біздің Мәскеу қаласы, айналып тұрған бұл біздің 15 одақтас мемлекетіміз. 1991 жыл келеді, Атырау басталады. Осы кезде бірінші Өзбекстан кетеді. Наглый ғой. Сосын олар жинаған тергенін сұрайды Өзбекстан. Мәскеу береді, кетеді. Одан кейін Қырғызстан кетеді. Қырғызстанға да керек. Ол да жинаған тергенін сұрайды. Оған да Мәскеу береді, кетеді. Енді кезек өзіміздің Қазақстанға келді. Қазақстанда ойлайды, мен де жинаған тергенімді алмайын ба деп. Осы кезде Мәскеу береді. Тоқта, мына сыйлық жас егемен Қазақстаннан Ресей Федерациясының астанасына Мәскеуге бізден қолтаңба. Құрметті ағайындар, өзге астаналарды киіндіріп жайнатқанша, өзіміздің жас астанамызды киіндіріп, көркейтіп жайнатайық. Жасасын Астана! Рахмет, бойдақтар Сәтпаев қаласының құрамасы. Сонымен келесі команда Алматы экономика статистика академиясы АЭСА құрама командасы. Конгресс-холл шықты бір сахнаға, Астана қарашы таңғала. Өйткені АЭСА сахнада, Алматы бұрынғы Астана. Қазақша жарнама. Біздер сіздерге бөгет болып жатқан жоқпыз ба? Арслан, осы неге кәрсін қыздар әдемі емес? Баға неге әдемі емес? Әдемі, просто оларға басқаша көзқараспен қарау. Қандай? Мынандай. Қыз демекші, көп кісілер айтады, біздің қазақ КВН-де қыздар туралы әзілдер көп, ал саясат туралы әзілдер жоқ деп. Мен сіздерге түсіндіріп өтейін, негізі қыздың өзі біле білсеңіздер толып жатқан саясат. Мысалға сіз қызбен танысып, оны кездесуге шақыру. Саясат па? Саясат. Ол қыздың үйінен, ойбай, мама, папа, менің ана подружкамның әке шешесі Турцияға кетіп қалыпты, бір өзі қорқып жатыр екен деп алдап шығу. Саясат па? Саясат. Ал сіз қызбен дискотекада билеп жатып, құлағына бір нәрсе айтатын адам құсап, еріне сүйіп алу. Саясат па? Саясат. Одан кейін қыздың екі қабат болып сізге тиіп алу. Саясат па? Сейтжан, ол саясат емес, ол залет. Сондықтан жігіттер саясатпен шілік көп айланса бермеңіздер. Жоқ, айланысыңыздар. Өйткені қазақта сөз бар ғой, сіз саясатпен айналыспасаңыз, саясат сізбен айналысады деген. Елеріңе ыржиып тұрсыңдар, маған түсіндірші. Осыне біздің қазақтар, бір жеріміз кем ба орыстардан, неге біз қазақтар осы Қазақстан КВН, қазақша КВНді дамытпаймыз? Неге солар сияқты ой өртіден көрсетпейміз? Қабақ! Енді қаржыға кеп тіреледі, қаржы министрінен сұрайық та. Сұрасақ сұрайық. Мейлі жігіттер, қаржы министрімен барлығы түсінікті. Біз қазақпыз ғой, өзіміз ақша жинайық, давайте, бұл. Жинайтын болсаң өзің жина.
сағат 5 Астана қаласы. Сіздермен болған Данияр Есен. Иә жігіттер, біз осы жартылай финалға жету үшін 2 жыл аямай тер төктік. Не бір қиналған күндер, не бір ұйқысыз түндер. Осы мен түсінбеймін, осы біздің еңбегіміз бүгін өз жемісін бере ма? О, Құдай, біз финалға өтеміз ба? Бәрекелді, Алматы экономика статистика академиясы, Алматы қаласы. Осымен біз сәлемдесуімізді аяқтадық. Енді кезек Әділқазылар алқасында. Дегенмен ортаға келесі конкурс үшін біздер бүгінгі, яғни капитандар конкурсына қатысатын командалар капитандарын шақырайын. Қошеметтеріңіз, сонымен сәлемдесу конкурсы бойынша қандай балға ие болған командалар соны қазір білетін боламыз. Қайталанбас қолтаңба 5 ұпай. Ең алдымен өнер көрсеткен Евразия құрамасы Астана қаласы. 4-4-3-4-3. Сегіздері бір пері. Жезқазған. 5-5-3-5-5. Техас, Шымкент. Барлығы 5 ұпай. Сәтбаев қаласының құрамасы Бойдақтар. Барлығы да 4 ұпай. Және Айса Алматы. 5-5-5-4-5. Рахмет. Енді бірінші кезекте Техас КВН командасының капитаны Абай Аязбаев өзінің капитандар конкурсын бастайды. Кешар, активпен амандасып, Самсунгпен сәлемдесіп, Кейселмен көрісіп, Билаймен бөлісіп, балансқа бағынып, SMS сағынып, Сонимен салысып, LG-мен жабысып, паспортты папа деп, Моторола мама деп, Кейселмен күйісіп, Сименсі сүйісіп, Сафи сұр деп, Nokia нұр деп, K-Mobile кір деп, Эриксінде енем деп, XS-ке елең деп, соткілерінде единісі толып тұрса толғып, маяк тастаған кезде ұсталып қалса медицаға ұсталғанда қорқып, КВНнен қалмай жүретін, мұрындарынан ләмшік шыққанша күлетін қыздар және де олардың жүретін қыздары. Әрине мен өзгеге ұқсағым келмейді, өйткені мен ауылда тұрам. Ал сіздер ше, өй, Астанада тұрасыздар. Біздің ауылда рахатта, рахат, кешке таман шығасың, басында май-май петушок, үстінде купайка, аяғында керзветік, тамаққа дыңқ тойып ағасың да. Кешке шығасың, балдар жиналып отыратын жер болады, оны әдемлеп петак деп қояды, әдемі. Ол петак қай жерде десеңіздер сіздер? Ол петак или столбың түбі болады, или біреудің қорасын арта болады, или басқа, именно отыратын жер таппай қағанда тура мусордың қасына отыратын жігіттердің естері. Сөйтіп әңгіме, алдың әңгімесі мынандай болды. Яғни ат саттың ба, не алдың? Комбайнда мақтан не алдыңдар, не алдыңдар деген кезде бір ыстық информация келеді ғой. Астанадан Нұржанның құдашасы кепті дейді ғой.
кетті. Тілің салақтап, давление 220, 3 күн тамақ ішпейсің. Ол Құдаша 76 жылғы ма, 69 жылғы ма, қызықтырмайды сені. О, Құдашамен сөйлесті деген саған ауылда авторитетті ол, солақ. Бол, солақ, басқа ештеңе емес. Сонымен қырдан ешек арбамен жантақтан келе азымлайынан. Бір жігіт келді, абай, Құдаша шомылып жатыр дейді, бітті. Шомылуға өмір апармайтын нәрселерді апарасың сен. Машалка, зумный щетка, сабын, мамаң ванный полотен сымырлап шығасың деймен тағы пакетке салып. Аяқта іштеген жоқ, жалаң аяқ, өйткені ауылда ешкім тәбішке келмейді. Солай мынандай тікен кірмейді, сыңқ ете береді. Барасың арықтың қасына. Ана Құдаша шомылып жатыр енді. Тізеден келеді су құдам. Деп шомылып жатыр. Енді жігіттер білетін жүр. Кез келген жігіт қызға қырыңдау үшін бірінші өз-өзін көрсету керек. Сен Құдашаға неңді көрсетесің? Қырыңдауың керек. Тізеден келеді суға баспен қадал бар. Одан кейін қазір ауыл жылы өздеріңіз білесіздер. Ауыл жылында өткенде ауылға барып, ауылдың жағдайын біліп қайтайын деп барсам, Құдай самасын жігіттер атқа, шалдар, ешекке, кемпірлер белесе беткенмен болып жауып жүр. Ей, не болды десем, бәрінің қолында бір-бір сотовый телефон дамып кеткен. Сөйтсем, ана ауылдың әкімі ауыл жылына бәріне бір-бір телефон подарит етті. Рахат дейді, жұмыс істемейді дейді. Датовы анау бесіктегі балдарға дейін құлағына сотовый телефон бар. Ана қой бағатындар бар ғой, қой бақпайды дейді. Рахат дейді. Ана қойдың басын бастап жүрген ешкілердің құлағына бір-бір сотовый телефон іліп қойған дейді. Қойлар өздері жайып келе береді дейді, Рахат. Қоймен сөйлесіп отыра береді дейді. Алло, ешкі? Мен бұл қақтасыңдар, Қарабастауда? Ана қара қошқар екен. Не дейді? Мына қорғалжың қошқарлар разборка еткен дейді. Не айтып тұрсың сен? Біздің қошқарлар қаяқта жүр? Свиданияға кеткен дейді. Өлтіреді жасты сенді, қаяқты свиданиясы? Не олар әжептер қой екен деп жүрсің, действительно мал екен олар, Сөз соңында мына жастарға, студенттерге яғни айтатын бір жаңалығым бар. Сіздер жақын арада стипендия ала алмайсыздар. Өйткені бюджетте ақша жоқ. Шетелге сатылатын жетім балдар өтпей жатыр екен. Сол Құдай қаласа бір-екі өтіп кетсе, сол бюджетке ақша түссе береді дейді. Ал мен енді осыны істеп отқан ағаларға былай айтар едім. Қалтасын қаптан тігіп алған арқалы ағалар 10 мың, 15 мың долларға ит сатып алып, ит асырағанша қазақтың бір баласын асырап алсаңыздар болмас пе еді. Бәрекелді. Абай Аязбаев Техас ойын командасының капитаны, кезекте АСА құрамасының капитаны Әсіліп Сейтжан. Қайырлы кеш, енді маған берілгені 2 минут, сондықтан мен көп уақыт созбай капитанскімді бастап кетсем. Сонымен біз өзіміз Алматы қаласынан Астанаға 1 қазан күні келіп түстік. Сонымен ЖД вокзалда тұрмыз. Негізі осы кезде бір нәрсені мойындап кету керек. Құрметті астаналықтар, негізі сіздер оңтүстіктің адамдарын жек көресіздер. Сіздер ойлайсыздар, олар алдап кетеді, лақтырбай, сенуге болмайды деп. Ал мен Астанаға келіп, ең өтірікші адам кім екенін білдім. Ол Астана қаласының таксистері. Бізге 300 теңгеге бүткіл Алматыны бір айналып шығуға болады. Ал бұл жерде ЖД вокзалдан Күләш Байсейітов атындағы театрға дейін 300 теңге екен ғой. Сөйтіп, оңтүстіктен жігітіміз анау таксистмен үйтіп келісіп 250 теңгеге міндік. Енді мініп, отырып ыңғайлана берсек, таксист бетімізге қарап келдік дейді. Сөйтіп амал жүргенде еркекпіз, келіскеннен кейін беру керек. Бердім, таксист кетіп баратыр. Соңғы мәрте қимастық сезіммен таксистің артынан беттеп қарасам, ана таксистің номері X Шымкентский екен. Мен сол кезде білдім кімдер өтірікші екенін. Сонымен Астанаға келіп жайғасқаннан кейін сіздерде бір Жеңіс даңғылы деген көше бар екен ғой. Даңғылмен келе жатырмын, сол Жеңіс даңғылына қарап отырып, сіздердің қалаңыздың әкімдеріне бір ауыз сөз айтқым келіп отыр. Құрметті Шүкеев мырза,
Неге Жеңіс даңғылын қаза бересіз, ол жерде бәрібір мұнай жоқ. Сондықтан Әділқазылар алқасына қарасам, бір керемет жігіт отыр, Данияр Есен мырза. Өзі жас та болса көпшілікке танымал, сізді көп ел білет, жұрт білет, көп қыздар білет. Бірақ сіз білесіз бе, мен қыз болсам, мен сізді сындырып алатын едім. Жоқ, күлмеңіздер. Мен еркек болсам да сындыра аламын ол кісіні. Бетіме қараңыз, көзіме. Негізі мынау, сіз көз алдыңызға елестетіңіз, таңғы сағат 7, сіз жұмысқа кетіп барасыз, мен қызбын, көз алдыңызға елестетіңіз. Сіздің алдыңызда келатырмын. Бой 1,85. Шаш қақ қара, жамбасқа айдын түседі. Мини юбка, аяқты көріп тұрсыз. Қас көзді көріп тұрсыз. Артында сіз, мен алдында келатырмын, қағазым ұшып кетті, оппор. Сіз уже менікісіз. Қыздар елемізде күрестер. Біз еркектерді адамбыз. Жоқ, сіздер өмірлеріңізде біздерді еркектерді бір рет болсын кафеге шақырдыңыздар ма өз ақшаларыңызға? Енді 2 минут аяқ болған сияқты, енді соңғы айтар сөзім. Құрметті астаналықтар, Астана болып тұр, сіздер не бір зәулім үйлер, не бір зәулім сарайлар, не бір үлкен тас жолдар салып алдыңыздар. Астананы пайдаланып тағы салыңыздар. Ертең Алматы келіп Астананы қайтып алып кетсек, ештеңе саламай қаласыздар. Рахмет. Соңғы сөз ауырлау болып кетті ойлаймын. Кім біледі енді. Бойдақтар командасының капитаны Сичапар Батырлан. Ассалаумағалейкум, алтыннан нардақты күмістен салмақты. Алла деп айраншып, Құдай деп қуырдақ жеп жүрген қара домалақ қазақ бауырларым. Мен өзге ұқсағым келмейді. Неге? Өйткені біздің қазақтың ата-аналары не істейді? Бала туса бітті Ерлан, Батырлан, Нұрлан, бәрі ланнан бітеді. Ақыз туса Айжан, Гүлжан, Ақжан, бәрі жаннан бітеді. Мысалы мен бисақ бала тапсам. Бисақ бала дүниеге қазақта негізінен минимум 5 бала. 4 қыз, 1 ұл. Обязательно. Қыздың аты Мария деп қоям. Сосын просто Мария, Луз Мария, Мария Мериям, ал ұлдың атын Подро Карахия. Ашын мәніне келетін болса, құрметті ағайындар, біз телесериалдардың еліктемеуіміз керек. Осында отырған қаншама ару, сымбатты қыздардың аттары қазақи, сұлу. Ендеше құрметті ағайындар, батыстың боғын үйренгенше шығыстың шоғын үйренейік. Алдарыңызда өнер көрсеткен алтыннан ардақты күмістен салмақты қара домалақ қазақ жігіті. Бергелде Сичапар Батырлан болатын, кезекті Евразия құрама командасының капитаны Қалменов Дархан. Құрметті көрермендер, мен өзгеге ұқсағым келмейді. Сондықтан да мен біріншіден сонау Жапониядан өзіме жап-жаңа свежий Қазақстанда ондай жоқ компьютер сатып алғанмын. 7,5 мың гигагерц частота памяти, 395 гигабайт простой память, 640 мегабайт ОЗУ 4 порт, сөйтіп айтқан. Платиновый процессор, және де мощный мышка, оптический прицел бар. Вот, сондай менің компьютерім бар, ал сендерде жоқ. Көрдіңдер ма? Компьютерді айтып атқан себебім, қазір сайлау компьютермен өткізіледі ғой. Келесінде кнопканы басасың да, кетіп қаласың. Бітті. Келдің, көрдің, бастың, кетті, зіттеттің да, сайладың. Ешқандай бюллетень деген керек емес, түк керек емес. Келдің, ойладың, таптың, бастың, зіт. Сойыл жайлы, соған байланысты мен сіздерге қазір бір көрініс көрсетемін. Адамның сол кнопканы басар алдының ойы.
қапақ қойыңызшы. Не қыламын мен осы адауды? Бар. Бітті. Біреулер. Мен қазір мынаған даусымды берем да, бірақ по-любому мынау болады ғой. Біреулер. Ай, так, кімге береміз? Так, мен даусымды баяғыдан беріп, мынаған бермекші едім. Ол негізі саяси бағдарламасы дұрыс, өзі халыққа көп танымал, өзі адал кісі, шал. Шал болғаннан кейін что-то бермеу керек. Так, мынаған берсем, ол да жақсы жігіт, бірақ оның что-то левый движениесі көптеу. По-моему, Шымкенттен. Өзі басқа жерден деседі. Так, мына болсаңызшы, қойшы. Әй, шырағым, мынау кнопканы қалай басам мен дауыс беруге? Бұлай басасыз. Кешіңіз, бойым жетпей атқан еді. Қортықтың да сәсі. Анау үшінші кнопканы басшы бермейсіз ба? Үшінші кнопка деп айттым ғой мен сізге. Сіз кімсіз өзі? Қой беріңіз, бас қойдым ғой. Айнұр, маған бір бонус. Ей, сен кімге дауыс бердің? Өзіме. Ал өзімді айтатын болсам, мен өзгеге ұқсағым келмейді. Мен өзімнің даусымды, өзіміздің, елімізді 15 жыл бойы басқарып, Қазақстанымызды гүлдендірген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа беремін. Бәрекелді.